Джонни балам тұра ғой. Жүр, ауылға барып келейік әжеңе. Көп болды ғой бармағалы. Киімдеріңді жина, мен уже машинаның бәрін дайындап қойдым. Жүр тез барып, ертең келеміз ғой. Ауылды күтіп қалғанша бағана звондап қойдым әжеңе. Қазір. Так, есік жаптық. Кілтім қойды ойбай. Таптым. Кеттік ал. Күшті тойып кеттім оны. Сорпа берді әжем. Құрт, май, бәрін жеп, ішім тойып кетті ғой. Так, кішкене таза ауа демалып, кішкене жүре тұрайын дедім далада. Ана жақта бір тауларға барып қоймасам, кішкене жүгіріп ше қазір. Әлі жолын өтіп кетейік машиналардың арасынан. Хоп. Так, мына жақта жүгірмесем, пробежкаға ше кішкене тренировка жасап, ё-моё, әйтпесе қалада жүріп вообще жүгірмеймін, түк те істемеймін. Тренировкаға көп шықпаймын. Таза ауада жүгіргенге не жетсін әйтеуір. Күшті ғой. Дықалқаң ашылып қалады ғой. Хоп. Мә жоғары қарай шыққан ауыр екен негізі бар ғой. Хоп. Денеме күш жүріп атқан сезіп атырмын. Ё-моё, мен ұштым кеттім. Мына болы қайда барып жатыр? Папа туалетке барам деп тұр. Бар далаға отыр енді балам Джонни. Үйде білесің ғой туалет жоқ екен. Ё-моё. Күшті ұйықтап жатқам. Далаға шығу керек енді. Мына жақта туалет жоқ, үйдің артына бара салам қойдым. Так, осылай жарайды. Үйдің артында итекті мусор көп, сол жаққа отыра салайын. Ешкім көрмей қалатын шығар, таңертең есілшті күрекпен алып тастаймын ғой. Ё-моё, ішім ауырып бара жатыр, бағана құртмай жеп көп жоқ қойдым ғой. Ішім ауырып бара жатыр, туалетке отырғым келіп бара жатыр. Так, бір ос жерледі мына шөптердің арасына отыра салайын. Ешкім көрмейді ғой по-любому. Жақсы болып қалдым ғой. Енді қазір қолын жуып үйге кірейін. Ей бала, памперсте тұрған бала бері келіп кетші. Ей бала деймін, бері кел. Бұл естімей ме? Бала бері кел. Ё-моё, кім мені шақырып жатыр түнде? Кім екен ей? Балақай, бұндай түнде не істеп жүрсің өзің жалғыз? Жай туалетке шығайын дегем, сол үйде туалет жоқ, далаға отыруға тура келді. Ал сіз кімсіз? Мен желание орындайтын адаммын, балақай. Не сұрайсың, соны берем. Не қалайсың өзің? Атың кім, балақай? Менің маскам осында, енді қорықпай-ақ қой, менің түрім онша емес, осындай маска тағуым керек енді. Мен любой нәрсені орындайтын адаммын, негізі бар ғой. Ақша десең ақша, кәмпит десең кәмпит, машина десең машина берем, бүкіл байлықты саған бере алам. Ағатай, маған онда бір кәмпит бересіз бе? Көп ше? Көп кәмпит. Жүре ғой онда, мен сені үйіме апарып, қазір көп кәмпит берем, ақшада да берем қосып. Жүре ғой, мына осы жаққа жүре ғой. Мына жақта қап-қараңғы болғанмен мен жолды көріп тұрмын. Мына жақта осы жақын жерде жаяу бара сақырап алады. Мынау мені қайда бұрып жатыр? Что-то қорқып тұрмын, лақтырып кетпеймін, ақша берем деп адасып кетіп жүрмін ана жақта. Ё-моё, что-то қорқып тұрмын. Жүре ғой, міне осы жолмен барамыз. Қазір тез ақ жақын жердегі үй ғой. Сосын өзім әкеп тастаймын үйіңе қайтап. Жүре ғой, міне жақын қалдық. Мына фонарикпен что-то жаңа бір құдыққа түсіп кетіп жатады ғой, соны көрмесем, сен түсіп кетіп едің. Мынандай кішкентай өңмен, міне уже келіп қалдық. Міне осы магазиннің ішінде менің бүкіл товарларым тұрады. Ё-моё, мына кім жатқан? Алқаштар осы жерде қаптап жүреді, негізі бар ғой. Ё-моё, ішіп алады да осы жерде жатады күні бойы. Мен магазиннен арақтарды кеп алады да осы жерде жатады, магазин алдында тосып меңгегенше. Жүр кіре ғой. Мына жақта арақтар, бұл жаққа қарамай-ақ қой.
жүр екінші этажға барайық, сол жақта жаңа бүкіл компьютер, бүкіл ақша бәрі бар, сол жақта жүре ғой. Так, или мына жерде екен складта қазір қарап жіберейін. Жоқ, мына жерде компьютерің жоқ екен, жүре ғой. Балақай, үстіне қарай барайық, сол жақтан қазір берем ғой. Жүр. Өз үйіңде бол енді. Еркін ұста өз өзіңді. Так, мына жақта компьютер бар екен, қазір қарап жіберейін. Ё-моё, мына бір бардаққа қарамай-ақ қой. Жинайтын уақыт болмайды да просто. Так, балақай, сен қазір осы жерде тұра тұршы, мен мына жақтан компьютер бар ма, қарап көрейін, что-то мына жақтарда жоқ қой. Я балақай, қазір тоза тұрмын, қазір келем. Қазір көп компьютер берсе, апама берем, атама берем, әкеме берем, анама берем, барлығына берем ғой. Көп ақша берсе екен, ана папамның машинасы бұзылып жүреді, соны жөндейтін. Мә саған. Ай, басым-ай. Айбай, басым-ай, ауырып бара жатыр, ё-моё, мен қайдамын, ё-моё. Компьютер қайда, ё-моё. Не болды, біреу ұрғандай болды ғой дейме. Балақай, тұра, қорықпа. Жаңағы маньяк сені ұстап алды ғой дейме. Мені ұстап алған баяғыда уже бір ай болды, мен осы жерде қаша алмай жатырмын. Жігітім екеуін ұстап алған. Сол жігітімді өлтіріп тастады, бір рет қашуға тырысқам, сол кезде жігітім ұсталып қалды да, оны пышақтап тастады. Менің есімім Джессика болады, танысып қойық. Менде бір план бар, мен осы жерде бір ай бойы жатып ойландым, қалай қашу керек екенін. Егер де сен маған көмектесетін болсаң, екеуміз бірге қашамыз ғой. Келістік па, балақай? Только сдавать етіп жүрме. Маньякпен бірге емес шығарсың деп ойлаймын, енді бар ғой. Ал менің планым мынандай. Короче, мына жерде терезе тұр ғой. Соны бұзып әрі қарай секіретін болсақ, екінші этаж ғой бұл жер. Не аса биік емес, секірсек те болады. Бірінші мен секіріп, потом сен келесің ғой. Так, мына жерде бір үстелдер бар. Осыны қойып алайық. Мына тәтенің артынан еретін болсам, құтылатын шығармын. Соны тапсырмасын орындай берейік. Так, міне болдым. Енді қазір ана жерден бір үстелді алып келіп осы жерге қойып секіріп кетсек болды. Мына жер аса биік емес та. Мен біріне секірем, потом сені қағып аламын ғой, балақай. Сенің бойың жетпейді. Ал балақай, мен кеттім, секірем. Если что ол жоқ болатын болса, сол жерде күтіп тұрмаса, мен саған сигнал беремін ғой. Осы жерде тұр сен. Балақай, секір. Ешкім жоқ екен, секір, тез ол келмей тұрған кезде. Ол басқа жаққа кетіп қалған ғой деймін. Так, қазір секірмесем болмайды. Бұндай шанс екінші рет болмайды ғой. Секір. Ой! Қашпақсыңдар ма? Ё-моё, қашуым керек, аны бізді ұстап алды ғой. Келмей тұрған кезде қашып кетейін. Қашу керек. Ойбай, болмайды, ё-моё. Қаяқтамын, қай комнатадан мен өз? Так, аяқты қайда бару керек? Білмей тұрғанмай. Балақай, мәсі. Ай, ё-моё, мен тағы да қамап қойдым ма? Айбай, аяғым-ай. Айбай, басым-ай. Екі рет удар алып, басымнан тым сезбей тұрмын ғой, ё-моё. Ұйқым келіп, ё-моё, меңзім болып тұрмын ғой, ё-моё. Папам қайда, мені құтқарыңдаршы. Даусым да шықпай тұр. Ё-моё, мен басқа қалтқа кеп тығып тастадым. Не істеді анау жалмауыз? Әке, Джонни жоғалып кетті, мен кеттім, іздеймін оны. Болмайды мынау. Түнде кеткен, туалетке сұранып. Жоқ қой вообще. Мен кеттім, іздеймін, бүкіл тауларды аралауым керек. Сіздің мылтығыңыз бар емес пе? Ұрлаған адамды сазайын тарттырайын. Балам, сабырлық қыл. Сабырлық қылған мақсатына жетеді дейді. Қазір полицияны шақырып жіберейік, сен өзің жалғызсың, мына жақта ешкімді таба алмайсың. Так что қазір телефонмен хабарласып жіберейін. Әйтпесе сен барлығын құртып, Джонниден айырылып қалуың мүмкін. Түсінесің бе оны? Сабырлық қыл, сондықтан. Офицер Қарымбаев шақырту бойынша келіп тұр. Иә, сіздерге не болып қалды? Офицер мырза, мен балам жоғалып кетті. Аты Джонни, кішкентай ғана бала. Өзі памперспен жүреді ылғида. Бірақ та үлкендер сияқты сөйлейді. Дауысы да жігіттердікіндей. Тауып беріңізші, тез. Түнде жоғалып кетті, уже не болған білмеймін, қатты алаңдап тұрмын. Көп болды уже жоғалып кеткеніне. База, жауап беріңіздер. Бұл мен, Қарымбаев. Мына жақта бала жоғалып кетті. Есімі Джонни, өзі кішкентай ғана бала, памперспен ғана жүреді. Дауысы еркектерше екен. Іздеу саламыз.
Ал болмаса мен Сэнди Шорстың аралығындағы таулардың ішінде болуым мүмкін, либо осы жақта бір өзен бар, соған да кетіп қалуым мүмкін. Бір вертолетпен қаншама спецназар керек. Көмек сұраймын, база, жауап беріңіздер. База доктор. Офицер қарамай сіздерге іздеушілер тобына қаншама топтар жіберілетін болады. Ал болмаса мен Сэнди Шорст арасындағы зерттейтін топтар жіберетін боламыз. Қалай қабылдадыңыздар? База қабылданды. Іздестіру топтарын тезірек жіберсеңіздер жақсы болушы еді. Түннен бері қаншама уақыт өтіп кетті. Тез іздеу салмасақ болмайды екен. Мына таулардың арасында жоғалып кетуім мүмкін. Офицер мырза, мен сіздермен бірге барсам бола ма? Менің балам қатты алаңдап тұрмын. Мен де іздестіруге қатысайыншы. Жоқ мырзам, сізге болмайды. Сіз осы жерде тосқаныңыз ғана абзал. Өйткені сіз көп аяқтарды жойып жіберуіңіз мүмкін, және де іздестіруге кедергі болатыныңыз айдан анық. Біздің іздестіру топтары өздері жақсы жұмыс істейді. Тауып әкеп береді балаңызды, алаңдамаңыз. Топқа прием бұл база. Жаңа куәгер табылды. Ал болмаса үй жақта бір маньяк жүреді. Сіздердің істеріңізге қатысы бар болуы мүмкін. Бір маньяктың қалай адам өлтіргенін көріпті. Сіздер сояққа бармауыңызды сұраймын. Сояққа қарай барыңыздар. База қабылдадық. Сояққа қарай жол тартатын боламыз. База қабылдадық. Прием. Естіліп тұр ма? Үй, мынау не достыр? Полицейскілер жиналып қалған жоқ па? Әскер шақырғандай болды ғой, емей. Вертолеттер жақын жерге қонуға тұр ғой дейме. Уж сезіп тұрмын мен. Так, не нәрсе дейді? Емей, кәдімгідей әскер шақырып қойыпты. Ойбай, мен бір ұстай алатындай ема. Қорықпаймын мен олардан. Так, Андрей, сен оң жақтан қарап тұрасың. Сен сол жақтан қарап тұрасың. Саша, сен сол жақтан қарап тұрасың. Мен өзім кіріп қарап шығам. Сендермен рациялық сөйлесем. База, мен мына яқты кеше іздеуде жүрген баланы тауып алдым. Ақ подгузник, кішкентай ғана бала. Сол кешегі іздеуде жүрген бала қойдым. База, естіп тұрсыздар ма мені? Ема, не рас ұстамаймын. Мәсі. Көрсетем мен бұларға. Саша, подкрепление шақыр. Біздің офицердің связі үзіліп кетті. Что-то мен нерден қазір қарап тұрам, сені шақыра бер. Йомайы, мыналар кәдімгідей әскер шақырып қойыпты. Мен өзім жалғыз қашуым керек. Балақай, оңай құтылып кеттім.
Офицер мырза, мен оны көріп тұрмын. Ей, тоқта! Мамыналарың не мен ұстайын деп ойладым ма не? Мен оңаймен берілмеймін ғой. Оңайшылықпен беріле қоймайтын адаммын мен. Омай, қаша мен қазір аяқта машинам дайын тұрған, соған барып кетуім керек. Офицер мырза, мыңда бір рахмет сізге. Мына баламды құтқарғаның үшін ше. Қатты қорқып кеттім ғой. Балам, абайлап жүрмейсің бе? Ой, офицер мырза, сізге мыңда бір рахмет.